Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 5-ші сабақ Абай ұлы ақын тақырыбында. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы пройдем 5-й урок Абай – великий поэт. Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь, выучи. Өмір, жизнь, шығарма, произведение. Аударды, переводил. Ірі, крупный. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Обрати внимание на окончание. Мен өлең жазамын. Сен өлең жазасың. Сіз өлең жазасыз. Ол өлең жазады. Мен қазақ тіліне аудардым. Сен қазақ тіліне аудардың. Сіз қазақ тіліне аудардыңыз. Ол қазақ тіліне аударды. Суретке қара. Суреттегі Абай Құнанбайұлы. Оқы, прочитай. Ұлы ақын. Өлең жазды. Қазақ тіліне аударды. Ұлы ақынның шығармалары. Ақын өмір, табиғат туралы өлең жазды. Оның өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қой. Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны. Ол адам, өмір, табиғат туралы көп өлең жазды. Абай орыстың ұлы ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны жалғап жаз. Ставь правильное окончание. Абайдың өлеңі, ақынның шығармасы, орыстың ақыны, қазақтың тілі, әлемнің тілдері. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, өзің қалаған 3 сөйлемге сұрақ қой. Прочитай текст и составь 3 вопроса. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, дара тұлға. Абай өмір, өнер, білім, табиғат туралы өлең жазды. Оның өлеңдерін қазақ халқы сүйіп оқиды. Абай орыстың танымал, ірі ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың шығармалары әлемнің 33 тіліне аударылды. Абай Құнанбайұлы – великий поэт, особая личность. Абай писал стихи про жизнь, искусство, образование, про природу. Его стихи любимы казахским народом. Абай перевел на казахский язык стихи известных и крупных русских поэтов. Произведения Абая переведены на 33 языка мира. Төртінші тапсырма. Көшіріп жаз, салыстыр. Напиши словосочетание и сравни. Өлең жазды. Өлең жазылды. Өлеңді аударды. Өлең аударылды. Өлең жазды. Написал стихотворение. Өлең жазылды. Стихотворение было написано. Өлең аударды. Стихотворение перевел. Өлең аударылды. Стихотворение было переведено. 5-ші тапсырма. Үлгіге қара, мәтін мазмұны бойынша диалогты жалғастыр. Посмотри на пример и по тексту закончи диалог. Примерный диалог. Саша, сен Абай Құнанбайұлы туралы не білесің? Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, дара тұлға. Оның өлеңдері не туралы? Оның өлеңдері табиғат, өнер, білім туралы. Абайдың шығармалары қанша тілге аударылды? Әлемнің 33 тіліне аударылды. 6-шы тапсырма. Абай туралы ақпарат тап. Абай қазақтың ұлы ақыны тақырыбында постер жаса. Жаңа сөздерді қолдан. Найди информацию про Абай Құнанбайұлы. И сделай постер на тему Абай – великий поэт. Используй новые слова. Есте сақта, прочитай и запомни. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын.
Абай өмір, білім, табиғат туралы өлең жазды. Абай орыс ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Абайдың өлеңдері әлемнің 33 тіліне аударылды. На этом мы закончили урок. Поставь лайк, мне будет очень приятно. И подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание, до свидания. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.